Bayan Ақсақал. Анда Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына Алаш азаматтарының атқарған қадамдан алла сәбәбін жассын. Мынау осы қызмет жұмысты көтерген 2 жыл болды. Көптеген келелі игі қазақ үшін көптеген жұмыстар атқарды. Ұлт үшін көптеген жұмыстар атқарды деп қараймын. Жылағанның көз жасын, мұңайғанның басын сипап, жоқ-жітікке көмектесті. Уақыт шықпай ма арасында? Енді бір қанша алдыдағы мына көз ашып көкірегі қалам ұстаған азаматтар айтты ғой, бұның тарихы Қытайдың жаңағы қазіргі Қазақстан тарихы ертеде жатыр деген. Сол ертеде жатыр. Анау Елісхан, Оспан, ана кім алғаннан бері қарай, сонда жазып қойған кітап. Мен 72-ші қысқартып айтайын енді, көп сөйлеп кетемін. Әскерде болдым. Хубейден, Қынаннан келгендер бірге болдым. Сол кезде 18-17 жаста Қытайдың балалары айтады, сендер ата-бабамызды Оспан өлтіріп кетті ғой. Ой, сендерде біз енді айтыс болып жатыр, сендерде сен кішігін жоқсыңдар, сен дошондау деген шығып қазақты қырып деп, мына жақтан шығып былай айтып жатырмыз, енді айтыс болған. Бірақ осы кекті әзір ала алмаймыз дейді. Неге деп тұрайыз? Отбасында Сайфиден бар дейді, 72-ші жыл. Жәнәбіл бар дейді. Осы екеуі кеткен күні сендер барлығын істемейді, сонда айтқан, солған жетті міне. Бұлар әгі Қытай 50 жыл кек алса, 50 жылдан кейін кеш емес деген. Енді бұның барлығы түсінікті, қысқартып айтқан уақытта біздің енді осы Алаштың азаматтары енді қазақта мынадай сөз бар ғой. Көшетті баптасаң орман болады, жақсыны қорғасаң қорған болады деп. Ата жұрттағы ерікті азаматтар, ата жұрттағы азаматтар, және шерден бұлаш бастаған азаматтар мұны қазаққа қорған бола беріңдер. Енді бізде халық, көпшілік қазақ бізде сізді қолдай берейді. Бірақ жаңа бір нәрсе осы қазақта сиырдың бір ұстаған бөліне беретін бір жайттер бар. Қоянды да болса мыңның үстінде Қытайдың келген семья бар ғой дейді. Осыдан әрең 15 жасын ертіп келіп жүрдім мен осыларға. Анаған звондап, мынаған звондап, жүрім бе? Енді сонда қалай екен, осы мен қазақты түсінбеймін. Бірақ менің бір айтпақшы болған түйін пікірім, біздің мына Нұр-Сұлтандай патшамызға қазақта елген Қытайдың өкпесі жоқ еді. Мынандай істейтін жөні жоқ еді. Мүлде жоқ еді. Бүтін біздің тұтылып жатқан тауарымыз Қытайдың. Бүтін алып мұнайды алып жатыр. Енді осындай жағдайда осы жағдайы мен түсінбеймін. Оны ішкерлей зерттеу керек, ішкерлей тексеру керек. Бүтін байлықты алып жатыр. Қазақта мынадай сөз бар. Жерген талтай алады дейді. Елі мықты шалқай алады дейді. Біз жерімізге талтайық, байлық мұнайды бүкіл шетелге бер. Елі мықты Қытай шалқайды. Мақайынан келмейді. Ойына келген істеп жаңағы олар түк жаңағы мына жігіт айтпақшы, ол құру үстінде тұрғаннан кейін көз алдында көріп тұрған қазақты ұстап жатқан шығар. Сондықтан ата жұрт қадамдарыңыз ілгері бассын. Осындай жұмысты әлі жалғастырыңдар, зерттеңдер, тексеріңдер. Шынайы рахметімізді айтамыз.